Ал енді мына видеоны енді 10 минут деп айтпай қойын, бір 20 минутта. 20 минутта туған күнге жасап бердім. Мінекей, енді бұны қайдан аламыз? Дайын шаблондар TikTok'та дайын тұр. Қазір мен сояққа шығайын. Мына жерде TikTok'қа кіремін. Мен сақтап қойғаным бар. TikTok'та Әйкен, ертеңге ауылда қонақтар келеді. Үйде жинастыр. мына өзіме кірген кезде мінекей, мен лайкты басам. Лайкты басам да, мына жаңа сохранить еткендерім тұр мына жерде. Енді осылай әр шаблонды жаңағыдай шаблон үстіне басып сохранить ете бересіздер. Солай кете береді ары қарай. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Шаблонның үстінен басып ары қарай суреттерді қойып, солай галереяға сақталады. Оның несіне барсам, мен қазір мына записымды өшіріп тастайды TikTok'тың несінде. Енді мына менде галереяда сақталған. Мінекей, сақталғаны тұр. Осыларды міне. Мынау тұр, мынау да сақталған. Мынау да сақталған. Енді осыларды мен CapCut'қа тартам. Қазір бәрі жылдам тез жасай бересің. Мінекей. Мінекей, енді бәрі осылай жасалған жағы. Оны қалай жасаймын? Мен бәрін мынаны бұлайға кәдімгі тартып алған. Бәрі сабағында тұр. Мінекей, тартып алғандарым. Жалғастырып, келесісін қосам. Келесісін қосып, содан кейін туған күніммен деген жазуды алдындағысын жазып, солай шығардым. Ал егерде түсінбей жатсаңдар, менен сұрасаңдар, мен жөндеп жауап беремін. Осылай шықты бұл ролик. Соңында енді мынасыны жаңағыдай тартып шығара бересіздер. Ал енді ұнаса, лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше.